Менің тұмарым! Жаңа альбомның тағы бір әуені қалай шығыпты? Не дейсің Боб, күшті ме? Жаман емес, Жагет, болады. Елдің есінде қалғың келсе, онда сен XY мырзамен жарысуың керек. Жоқ, ол рокер емес, әлі бала. Ол әлі қырынуды да білмейтін шығар. Бала деген жігіттің альбомы сенікінен асып түсті. Мейлі, оның менен еш артықшылығы жоқ. Бені нағыз рок жұлдыз деп мені санайды. Ұқтың ба? Әне сенің агентің, ал мен басшыңмын. Бері қара. Боб Рокерс сатылым бойынша екінші орында болмау керек. Әлде басқа біреуді рок жұлдыз қылайын ба? Жұмыс істе, Жагет, музыкаңа заманауи рең қос, имиджіңді өзгерт, стиліңді өзгерт. Мен онсыз да сәнді киінем. Одан бөлек мен заманауи рок-н-ролшымын. Көшеде келген бейшара музыкант емеспін. Нағыз кәсіби музыкантпын. Тіпті шашым да өзімдікі. Сол үшін де мені жақсы көреді. Солай ма, Ғазу? Иә. Ал сенің мына әңгімең бос әңгіме. Тыңдашы, Боб. Мұныңды қалай түсінем? Иіссудың жарнамасы ма? Халыққа осындай тәсіл ұнайды. Ал маған ұнамайды. Менің альбомдарым өте қарапайым. Есесіне сол үшін қаншама тер төктім. Мені түсінбеген сияқтысың. Келесі чартта сенің альбомың алға шықпаса, онда мұны Боб Рекордстағы соңғы альбомым деп санай бер. Қайдағы бір баламен бір сахнаға шыққанша мүлде шықпағаным артық. Боб, Жагет екеуміз бір жоспар құрып едік. Заманауи талап оның нағыз талантын аша алмайды. Мұна көзәйнекті жасап берген оқушыны нағыз талант дередім. Ол мені жақсы түсінеді. Жаңа альбомымның мұқабасын сол қызға жасатам. Оқушы қызға ма? Иә, мырза, ол біздің тыңдармандарымызбен жасты қыз. Мінекей, мекен жайы. Эй, жарайды, бірақ XY мырзамен дуэт жайлы ойлан. Әуелі қызды тап, Боб. Бұл саған қызық па өзі? Тоқтаңыз, анықтап алайыншы. Сіз маған Жагет Стоунның альбомының парағын жаса дейсіз бе? Ол менің сүйікті әншім ғой. Иә, бұл ұсынысты Жагет Стоунның өзі айтты. Саған мысал ретінде бірнеше сурет әкелдім. Мынау Жагет Стоунның альбомына ұқсамайды. Иіссудың жарнамасына ұқсайды екен. Бұл оның заманауи стилі, солай сәнді дейді. Солай ма? Мәссаған, ал мен басқа алай. Жоқ, керек емес. Қазір сатылымда осындай дүниелер бар. Иә, солай. Сосын тағы бір қосар Маринет. Уақыт жоқ, мұқабаның үлгісі кешке дейін қажет. Иә, жарайды. Көріскенше сау бол. Менің қызым супер жұлдыздың альбомының мұқабасын жасамақ. Әске сәт алтыным. Жагет неге өз стилін өзгертіп жатыр? XY-дың әуендері тым баяу әрі қызықсыз, іш пыстырады. Жагетке мүлдем ұқсамайды. Мына жасағанымда, менің стиліме жатпайды. Олай болса неге жасайсың? Енді өтінді ғой. Олай болса жүрегіңді тыңда, өз қалауыңды жаса. Рот мырзаның не дегенін естідің бе? Қазір сатылымда осындай дүниелер деді. Я, бірақ Жагет Стоун сенің талантыңа қарап сені таңдады. Әбден басым қатты. Бұлай болмайды. Сен ел қорғаушысың, әділдік үшін күрескен жансың. Енді мына жағдайды реттей алмайсың ба? Маған креатив пен стиль керек. Ал мынау не пәле? Иә, негізі Рот мырза маған. Маринет мақсатты аудиторияның өкілі. Ол саған керек негізгі идеяны ұсынып тұр. Мына біреуі XY-дың мұқабасына ұқсап қалыпты. Маринет, Бобты тыңдама. Тағы біреуін жасап көрші. Менің стиліме сай істеші. Иә, әлбетте. Білмеймін, бірақ... Бар үмітім сенде, Маринет. Жаса, ешкімге қарама, ешкіммен талқылама. Жоқ, тоқта. Эй! Жүре ғой, Маринет, алаңдама. Өз қалауынша жасай бер. Тоқта, ей!